Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгіннен бастап біз 882, 883 есепті көрсететін боламыз. Қазір мен мына есепті және осы есепті көрсететін боламын. Ал қазір есептеп көретін боламыз. 6-шы сыныптың оқушылары біз осылай есептеп шығарып көретін боламыз. Сіздер менің есебіме қарап шығарып көріңіздер. Біріншісі осылай басталады. Осы x-тің орнына мәнін қоямыз. Міне x-тің орнына 4-ті қоямыз. Ал x-тің орнына минус 1-ді қоятын боламыз. Осылай жазып алатын боламыз. X-тің орнына міннің және y-тің орнына мәнін қойып аламыз. Енді осының ортақ бөлім береміз. 3-тің ортақ бөлімі 2. Ал 2-нің ортақ бөлімі 3. Осылай 2 жердегі 3 6, 3 жердегі 2 6 болады. Міне 6 болды. Енді 3 жердегі 4-ім 12. Плюс минускен алып кетеді. Минус. Осылай жаза береміз айтпақшы. Плюс дейміз кешіріңіздер. Минус 2. Жақ жағына жабамыз. Тен. Көбейтілген. Минус 6 болады. 6 мен 6 қысқарады бірге. Бұлар керек емес. Бұтымыз жазылмайды. Енді осыны 12-ден 2-ні алсақ 10 болады. Тен минус минус болмайды, 10 болады. Екінші есеп. Не осылай жазып алатын боламыз. Енді тағы да дәлелдегідей шығарып алатын боламыз. Осылай жазып алатын не істемей. Көбейтілген 12 тен минус 3. Себебі 6 мен 3-ті алсақ, минус болып кетеді, плюс пен минус болып кетеді. 6 мен 3-ті алсақ 3 болады, минус 3 болады. Қалғанын 3 пен 4-ті тура осылай шығаратын боламыз. Енді 883. Бұл енді сәл оп-оңай. Давайте 883-ті толықтай көрсететін боламын. Şimdi мәмілемді қойыңыздар. 883. Енді мен бұны сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Енді біз осыны шығарып сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Ал біз бұны қалай шығарамыз? Бірінші біз тура осыны толықтай осы жерге көшіріп алатын боламыз. 7, 15. Енді тура 2,17-ні 3,12-ні осы жерге көшіріп алатын боламыз. Енді астын сызамыз. Осы 7-ні біз жазып алып, 7-ге қарама-қарсы осы жағын, осы мен осыны қосып, бүкіл теңсіздік мүшелеп қосатын жерлерде всегда осының астына 7 және плюс 2,17 деп жазамыз. Себебі теңсіздік мүшелеп қосыңдар десек қосамыз, теңсіздік мүшелеп көбейтіңдер десек осы жерде 7 көбейтілген 2,17-ні жазамыз. Тура осыны 15 или 3,12-ні үстеп жаза береміз. Осындай кез келген сандарды үстеп жазамыз. Сізге түсіндіріп жатырмын достар. Плюс 2,17. Мына жаққа енді 15 плюс 3,12. Енді 7-ге 2,17-ні қосамыз. 9,17. Яқта 47 шығады. Сонда бізде қаяқ көп? 97 көп. 9,17 көп. Енді екіншісін шығаратын боламыз. Тура осындай. Бұл да тура осындай. Бұл ортақ бөлім береміз арасында. Осыны тура енді дәлелдегідей көшіріп аламыз. Менің почеркіме мән бермей қойыңыздар. Міне осылай жазып аламыз. Одан кейін 3,14 жазамыз. 4,13 деген ғой. Осыны дәлелдегідей плюс дейміз да. 4,11-ді жазып аламыз. Одан кейін аяға 5,18 плюс
3. Енді ортақ бөлім береміз. Мынаған, және мынаған. Бірден береміз. Себебі мынау 4 қой. 4 болғаннан кейін 4-ке екі жағда 4 болғаннан кейін бірден беретін боламыз. Енді мына яқта екі жағы да бірдей болу үшін үш жердегі 8-ім жоқ, сонда үш жердегі нешем 8-дегі тура бірдей. Себебі 8 жердегі 3-ім 24, үш жердегі 8-ім 24. Сол үшін 8-дегі төбесіне өйстіп жазамыз, 8-ні өлшем. Ал мынау болса 3. Осылай жазып аламыз. Енді мына жақта 4 және төбесіне 4. Негізі бірақ 4 жазсаңыздар болады, или 4-тің өзін жаз. 2-4 жазсаңыздар болады негізі. 4,4 жазсаңыздар да болады негізі. 4,4 болды. Енді осыны енді қосып алатын боламыз. 3 жердегі 8-ім 24 болады. Ал мына 15-ті қоямыз. Сонда қай жақ көп? Мына жақ көп. Енді наветке. Мына жақта көріп алыңыздар ғой да. Енді біз наветке өтетін боламыз. Енді біз үшіншісін шығарамыз. Достар, мұқият қарап отырыңыздар. Түсінбесеңіздер айтып, комментке жазып кетіңіздер. Қалай түсіндіріп жатырмын. Тура осы енді бәңгелдегідей. Енді бәңгелдейді істейміз. Анық көрініп отқан жоқ бұтым. Менен кейіп 12-ден 7, 8-ден 3. Міне, вот осылай көшіріп алатын боламыз. Одан кейін үстіп сызамыз. Енді мен сызуым осындай. Білмек қойыңыздар. 2,7-ні жазып аламыз. И плюс 0,2. Яқа 8,3-ті және плюс 4,1. Енді ортақ бөлім береміз. Мында 0,2-де ортақ бөлім 6, мында 1. Яқтан мында 2 ортақ бөлім, мында 1. Енді 3, 2 болғаннан кейін 5, 12 және 7. Ой, көп. Енді төртіншісі. Міне осылай шығады жауап деген жауабымыз енді осы яқ. Төртіншісі. Бұнда бәңгелдегідей тұзды көшіріп аламыз. Өзі біліп алдыңыздар сіздерге. 5,3. Солай сызып аламыз. Енді 15,2-ні плюс 3,2. Енді 5,5-ті, 3-ті плюс 15,4. Ортақ бөлім. Екі жағында 3. Себебі 1,15 болады, не 5 жерден 3-ім 15 болады, сондықтан 15 шығар оды. 2, 5 жерден 2-ім 10, сондықтан 12. Аяқта 15, 9, 14, 14-ке 9 23.
Қай жақ көп? Мына жақ көп. Үлкен болып кетті. Вот, достар, мен шығарып бердім. Түсініңіздер деп ойлаймын. Енді мен сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал сіздермен болған мен Кәусар. Ал всем пока.